аты жөнім Нұрәдин болады. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласынан туып өстім. 1997 3 айдың 12-сінде туылдым. Сол дін жолына 2015 жылынан бастап дін жолынан бет бұрдым. 2015-нен басында Абу Ханифа мазхабымен оқып бастадым мен. Одан кейін 7-8 айдан бұрын жаңағыдай біз жақта жаңағыдай салафи ағым ұстанатын адамдар көп. Мешітке, мешіт үйдің қасында, сол мешітке барып күнде жұма намаз, таң намазға сөйтіп намаз оқып бастадым мен де. Одан кейін жаңағыдай салафи ағым адамдармен жаңағыдай араласып бастадым жаңағыдай. Бұрын таныс жігіттер жаңағыдай класстастарым болды, ішінде араласып бастадым. Одан кейін жаңағыдай қызығушылығым пайда болды жаңағыдай. Намаз оқығанына жаңағыдай қызығушылығым пайда болды. Сөйтіп 2015 жылдың соңында сол ағымға мен қосылдым. 2015 жылы. Одан кейін сол салафи ағым ұстандым өзімде. Ділмұрат Абу Мұхаммед оқытамын деген кісілерді тыңдадым интернет желісінен, ВКонтакте сетінен. Одан кейін жаңағыдай сол лекцияны тыңдап, 1 жыл, 2 жыл сол тыңдап жүрдім лекцияны. Көп жаңағыдай психология жағынан көп нәрсе өзгерді менен деген жаңағыдай. Анау болмайды жаңағыдай, салт дәстүр болмайды жаңағыдай, беташар болмайды жаңағыдай, не болмайды жаңағыдай, садақаға бару болмайды, тойға бару болмайды, ондай харам деп бастадым өзімде жаңағыдай. Өзімде сол ана кісілерді тыңдаған сайын өзім жаңағыдай психикамды жаңағыдай әсер етіп бастады жаңағыдай. Басқа Абу Ханифа мазхабын оқитын адамдармен жаңағыдай жек көрініш болып бастады жаңағыдай. Өзім ішімде сол ортаға деген агрессия пайда болды жаңағыдай. Сол 2018 жылы сөйтіп 2018 жылы жаңағы ВКонтакте желісінде Ділмұрат Абу Мұхаммедтің лекциясын салғаным үшін Қазақстан Республикасының 174-ші бабының 1-ші бөлімімен жаңағыдай ана лекцияның ішінде жаңағыдай Қазақстанға тыйым салынған лекцияның ішінде алауыздық тудыратын бар жаңағыдай, имамдарды жамандайды жаңағыдай, басқа салт дәстүрді мойындамайды сол лекцияның, соның ішінде бар сол лекция. Сол бойынша мен үстіне іс қозғады. Одан кейін сол 2018 жылдың октябрінде сол менің үстіне сот болып жаңағыдай сол лекциямен қылмыстық кодексімен сол Семей қаласының колония поселениесінде 2 жылға мен сотталдым. Сол 2 жылдың ішінде маған қаншама имамдар, теологтар жан-жақтан келген, Алматыдан, Астанадан, муфтияттан жаңағыдай. Қаншама имамдар білмегенімді айтып, осындай қателескенімді айтып, солай деп теологтар бір сөзбен айтқанда көзімді ашты десем болады. Қазақстан мемлекеті зайырлы мемлекет, ол ислам дініне қарсы жатқан ештеңесі жоқ жаңағыдай. Мешітіміз ашық жаңағыдай. Қажылығымызға барып қайтатын мұсылмандар 5 парызын өтеп жатыр. Ешкім мемлекеттен ona ешкім қарсы болып жатқан жоқ бұл дінге. Сондықтан мына Ділмұрат Абу Мұхаммед, Оқтам Зарубековтен кісілерді тыңдап, уағызын тыңдап, сол интернет желісіне жаңағыдай жастардың жаңағыдай білімі жоқтығын пайдаланып жаңағы сол жастарды жаңағы адасушылыққа апарудың қажеті жоқ деп білемін өзімде. Жастардың адаушылық себебі жаңағыдай білімі жоқтан жаңағыдай интернет желісіне тыңдап, жаңағы ВКонтакте желісіне тыңдап, жаңағы ютубтан тыңдайды, кім айтып отқан білмейді олар деген жаңағыдай. Осыны досым айттым дейді, көршім айттым дейді, ағайын туысым айттым дейді, сол көбісі жаңағыдай имамдарды тыңдамайды жаңағыдай, муфтиятты тыңдамайды, Қазақстанның діни басқармасын тыңдамайды көбісі жаңағыдай. Бағынбайды, соларға тыңдамайды. Жастарға айтарым, енді ондай жерден білім алмаған жақсы, енді интернет желісінен, жаңағы Инстаграмнан, ВКонтактеден, ютубтан ондай жерден білім алмаған жақсы жастарға айтарым, адасып жүрген. Өзіміздің міне муфтиятымыз бар, Аллаға шүкір, енді солар тыңдаған жақсы, жаңағыдай ғалымдарды тыңдаған жақсы, өзіміздің ғалымдарымыздан қаншама білім алып жатқан. Алдым ұрған, енді аман-есен міне бостандыққа шығып жатырмын, өзім аман-есен. Әке-шешемді сағындым, ағайын туысты сағындым, апа-ағамды сағындым өзім. Енді алға қойған жоспарым менің енді семьямды барып, әке-шешемді барып, енді 2 жыл түрмеден бос өтіп кетті, 2 жыл деген босқа кетіп кетті. Өзім қателігімнен енді істеген балалық қателігімнен жас болдым, білмедім,
ананы тыңдап мынаны тыңдап жүрдім өзімде. Енді алға қойған мақсатым енді үйге аман есен жетіп, енді әке шешемді барып бұйырса сол үйленіп, жаңағыдай семья бағып, жаңағыдай жұмыс жасап, жаңағыдай ағайын туыспен араласып, жаңағыдай сол алға қойған мақсатым сол. Аман есен үйге жетсем, болды, әке шешем қасына, әке шешем сағынышын бассам.